Әр нәрсенің өз қайыры бар. Біз біле бермейміз. Біз үшін не қайырлы, не қайырсыз екенін білмейміз. Мынандай бір оқиға бар ғой. Бір патша болады. Сол патшаның бір досы болады. Жаңағы досының аузынан бір сөз түспейді. Әр нәрсенің қайыры бар деген. Сол досын ертіп патша бір күні аңға шығады. Екеуі анда жүрген кезде патша анда атам деп мылтығын оқтайды. Сол мылтығын оқтап жатқан кезде мылтықтың басын саусағымен ұстап тұрып, тетігін байқамай басып қалады, оқтап жатып. Сол кезде саусағын жұлып кетеді. Жанына батқаны сондай ахулеп жүрген кезде жанында тұрған досы көмектесудің орнына айтады, бұнында бір қайыры бар дейді. Сол кезде патша ашуланады, мен саған көрсетем әлі. Үйге барғаннан кейін мен сені зынданға тастаймын дейді. Содан үйге жетеді, патшаның қолын орап, әйтеуір қанын тоқтатып болғаннан кейін патша уәдесінде тұрып, досын алады да зынданға тастайды. Сол зынданға түсіп бара жатқан дос айтады, бұнында бір қайыры бар дейді. Сол кезде патша тұрып айтады, мынау расымен де ақылынан алжасқан екен. Сен енді зыңдаңда азап шегетін боласың дейді. Содан досы сол зыңданда қалады, біраз уақыт өтеді, патшаның саусағы жазылады да, бір күні нөкерлерін ертіп алып, тағы да аңға шығады. Анда жүрген кезде жаңағы патшаны нөкерлерімен бірге бір жабайы тайпалатты ұстап алады. Ұстап алғаннан кейін жаңағы патшаны мен нөкерлерін қоса құлдыққа сата бастайды. Содан барлығын іріктеп келе жатқан кезде патшаның саусағын көреді да, мынау бізге жарамайды дейді. Себебі олардың үрдісінде адамның бір кемшілігі болса, денсаулығында не болмаса, мүшесінің бір кемшілігі болса, ол адамды құлдыққа өтпейді екен. Сол патшаны құлдыққа өтпейді, бұны жарамайды дейді да босатып жібереді. Сол босағаннан патша қуанады да үйіне жүгіреді. Жолда келе жатқан кезде досы есіне түседі. Содан келе салысымен досын зынданнан босатып алып, досын құшақтап, досым, мен осындай бір пәледен аман қалдым. Мен саған айтып берейін деп оқиғаны айтып береді. Сол оқиғаны айтып бергеннен кейін досын айтады, досым, ал сен айтшы, осы аузыңнан бір сөз түспейді ғой, осынан да бір қайыр бар деп айта бересің ғой, сол сөзді сен не үшін айтасың дейді. Сол кезде дос айтады, сен мылтықпен саусағыңды атып алған кезде бұнында бір қайыры бар дегенім, осы жолы өзіңнің көзің жеткен шығар. Аңға барған кезде сенің бір мүшең кем болды да, сен құлдыққа жарамадың, азат етілдің. Сол сен үшін қайырлы болды дейді. Ал мен үшін қайырлы болды дегенім, егер де мен зынданға түспегенде, мен де сенімен аңға барып, мен де құлдыққа сатылып кетер едім. Себебі менің денім сау еді дейді. Бұның да бір қайыры бар дегенім осы ғой дейді. Міне біз біле бермейміз, ненің қайырлы, ненің қайырсыз екенін. Әли радиаллаху анхудың мынандай бір әдемі сөзі бар ғой. Мен Алла тағаладан дұға тілеймін дейді. Егер де Алла тағала менің тілегімді берсе, мен бір мәрте қуанамын дейді. Себебі ол менің таңдауым дейді. Ал Алла тағала менің тілегенімді бермесе, мен 10 есе қуанамын дейді. Себебі ол Алла тағаланың таңдауы дейді. Алла біледі, пендеге ненің қайырлы, ненің қайырсыз екенін дейді. Сол сияқты біздің дегеніміз бола бермейді кейбір кезде. Сондықтан да оған ашуланудың керегі жоқ. Әр нәрсенің өз бір қайыры болады, иншалла.